Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге адвокат Таир Насханов. Мемлекеттен баспана қалай алуға болады деп ойлайсыз ба? Не істеу керек және қайда бару керек? Олай болса, мына видеоны соңына дейін көріңіз. Көптеген қызықты нәрселерді жіберіп алмау үшін лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Достарыңыздың біреуінің мемлекеттен баспана алғанын немесе кезекте тұрғанын бірнеше рет естігеніңіз анық. Сіз баспана ала аласыз, бірақ өзіңіз түсінгендей, ол бәріне бірдей таратылмайды. Бұл бағдарламаға кім өтініш бере алады және қандай критерийлерге сай болу керек? Елімізде бірнеше мемлекеттік бағдарламалар бар, бірақ біз бұл бейнероликте халықтың әлеуметтік жағынан осал топтар үшін сатып алу, құқығынсыз жалға алу туралы нақты айтатын боламыз. Қазақстанда 5-ші жыл қатарынан кезекте тұрғандар қатарындағы неғұрлым әлеуметтік жағынан осал азаматтарға сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй беріледі. Оларға мында кісілер жатады. Екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері, жеңілдіктер бойынша екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, бірінші және екінші топтағы мүгедектер, мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын адамдар, жасы бойынша зейнеткерлер, жетімдер, қандас, экологиялық зілзала салдарынан баспанасынан айырылған адамдар, қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан, қайтыс болған адамдардың отбасылары, толық емес отбасылар, жасы бойынша зейнеткер жандар. Пәтерлерді әкімдік коммуналдық қордан береді. Яғни, бұл мемлекет қаражатына салынған үйлердегі пәтерлер, тіпті ең қарапайым тұрғын үй алаңын да сатып ала алмайтындарға кезек бойынша беріледі. Ең алдымен бұл санаттағы әлеуметтік тұрғын үйлерді жекешелендіруге тыйым салынғанын айту керек. Яғни, алынған пәтерді айырбастауға сатуға, үшінші тұлғаларға берілуге немесе кепілге қоюға болмайды. Сонымен қатар, жөндеуге қайта құруға және қалпына келтіруге тыйым салынады. Бұл бағдарлама бойынша жалға алу ақысы 5.000 теңгеден 15.000 теңгеге дейін. Өлшемді әкімдіктер белгілейді. Коммуналдық төлемдер мен үйді ұстау қызметтері дербес төленетінін атап өткім келеді. Ал енді қатысушысының талабына келсек, жеке баспанасы болмаған кезде ол кезекте тұру керек. Бір отбасы мүшесіне шаққандағы табысы 36.000 теңгеден аспауы керек. Осы талаптарға сай болсаңыз, әкімдікке немесе оның порталы арқылы өтініш бере аласыз. Сіз өмір бойы мемлекеттен жалдамалы пәтерде тұра аласыз. Есте ұстайтын жалғыз нәрсе, жалдау мерзімін 5 жыл сайын жаңарту. Кезекте тұрғандардың көбі жалға алушы қайтыс болса, оның отбасы мүшелері баспанасыз қалады деп қауіптенеді. Алайда бұлай емес. Жалдау шартында көрсетілген кәмелетке толған отбасы мүшелері негізгі жалға алушы қайтыс болғаннан кейін өз атына келісімді қайта жаңартуға құқылы. Бірақ бұл ереженің жұмыс істейтін жастарға қатысы жоқ екенін айта кеткен жөн. Осымен бүгінгі тақырыбымыз тамам. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов байланысты болды. Бұл бейнеролик сізге пайдалы болса, лайк басып, менің YouTube каналыма жазылыңыздар.